Дорамарин қара зере майы бала денсаулығы мен өсуіне арналған табиғи қуат көзі. Қара зере майы ғасырлар бойы денсаулықты нығайту үшін қолданылып келген табиғи ем. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қара зере өлімнен басқа барлық дертке шипа деген. Май суық тәсілмен сұғу арқылы алынған, сондықтан оның барлық пайдалы қасиеттері сақталған. Құрамында каротиноидтар, биофлавоноидтар, фосфатидилдер, фитостеролдар және 8 алмастырылмайтын амин қышқылдар бар. Және ең маңызды белсенді зат тимохинон бар. Тимохинон күшті антиоксидант, қабынуға қарсы және иммундық жүйені қолдайтын табиғи компонент. Ол ағзаны уытты және зиянды заттардан тазартып, баланың дұрыс дамуына ықпал етеді. Майдың құрамындағы омега-6 және омега-9 май қышқылдары ми жасушаларын қоректендіріп, есте сақтау қабілетін арттырады, жүрек пен терінің саулығын және алмасу процестерін қолдайды. Сонымен қатар құрамында А, Д, Е, К, Б тобы дәрумендері, темір, кальций, мырыш, магний бар. Бұлардың барлығы баланың өсуі мен сүйек, есте сақтау және зейіннің дамуы үшін қажет. Капсуланың қабығы сиыр желатинінен, яғни халал жасалған. Бір капсуладан бар болғаны шамамен 3 килокалорий. Бұл бір алма тілімінен де аз. Әр капсуламен балаңыз мынаны алады: мидың қоректендіреді, табиғи энергия мен мықты есте сақтау қабілеті, берік иммунитет, ой мен спортқа қажетті күш-қуат, дұрыс өсу мен тұрақты зат алмасу. Қолдану тәсілі: 3 жас пен 7 жас аралығында балаларға күніне 1-2 капсуладан, 7 жастан жоғары балаларға күніне 2 рет 1-3 капсуладан, тамақтан кейін сумен ішу ұсынылады. Сақтау шарттары: құрғақ, жарық түспейтін, 25 градустан аспайтын жерде сақтау керек. Дорамарин қара зере майын балаңыздың денсаулығы мен күшінің табиғи көзі.